Ассаламу алейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қытайдамыз, Гуанчжоудамыз. Енді оянып, есімді енді жиып атым. Түнімен страшно қатты ауырдым. Байқасаңыздар, түнімен кәдімгідей салмақ тастап тастадым. Әлсіреп, не тамақ батпайды, не чай батпайды, просто су ішіп атырмын. Егер де менің аудиториямда врачтар, дәрігерлер болса, өтініш жазсаңыздар, сіздерден кеңес алсам. Өйткені ойнайтын нәрсе болып тұрған жоқ сияқты. Интернеттен қарап шықтым. Мен диагнозымды енді ешкім білмейді пока что. Мен сол өздеріңізге айтсам деген ойда тұрмын. Пожалуйста. Дәрігерлер, врачтар болса жазсаңыздар өтініш. Солай. Біздің образ осындай. Қытайда күн деген страшно ыстық екен. 30-31 градус көрсетіп тұр. Осылай киініп алдық. Сөйтіп шығып баратқан жайымыз бар. Артында сумка, сумканың ішінде зарядка, анау-мынау керекті заттардың барлығы бар. Ол бүгін сөйтіп барып кішкене жүріп қайтайын, көріп қайтайын, не бар, не жоқ, және де чай ішіп, қара чай ішіп, сөйтіп қайтайын деп шығып баратырмын. Солай. Ал құрметті достар, ұйықтайын деп жатырмыз. Баршаларыңызға қайырлы түн. Жағатын жарсың мүмкін. Ұйықтайын деп жатырмыз, бұйыртса ертең жолығамыз. Қуасың ба, жақшы. Достар, короче, баршаларыңызға қайырлы түн. Нақ күліп ырғыңдап қалған демеңіздер. Ауырып жатырмын негізінде ше. Менің ауруым қазір андай болып тұрған жоқ, температурам көтеріліп, бір орнынан тұра алмай қалатындай ауру емес, Аллаға шүкір. Бірақ жүріп бара жатқан жерінен ұстап қалатын ауру болып тұр да. Көңілді болып, күшті болып жүрген жерінен ұстап қалатын ауру болып тұр. Бірақ страшно ұстап қалады, бір ұстап қалған кезде. Сол себепті дұға тілеп қойсаңыздар дұрыс болар еді. Ертең бұйыртса таңертең жазылып тұрсам, жақсы болар еді. Баршаларыңызға қайырлы түн. Алла разы болсын.